Ұлықбектің ғылыми шығармалары жер, әлемнің қозғалмайтын орталығы деп айқындаған дінбасарлық идеологияларға оппозицияда болды. Осындай көзқарастар өз дәуірінің діни билік иелерінің басты идеологиясына қайшы келді, және Ұлықбектің ойлары қатты қарсылықтарға ұшырады. Нәтижесінде оған діннен бас тартқан деген жалған айып тағылып, ол жасында қастандардың қолынан қаза тапты. Бұл оқиға осындай кінәнің арқасында Римде тірідей отқа өртелген екінші ірі астроном Джордано Бруноның өлуінен жыл бұрын болған. Осы салыстырудан байқалатынымыз Ұлықбектің қызметі мен тағдыры Еуропадағы ғылыми дамуға байланысты алдыңғы қадам екенін көрсетеді. Ұлықбектің шәкірті Әли Құсшы оның басты еңбектерін уақытында Стамбулға жасырын түрде әкете отырып, сақталып, қалуына жауапкершілік пен қамқорлық жасады. Осылайша Ұлықбектің астрономиялық бақылаулары мен есептеулері жоғалып кетпеді. Артынша Еуропада бірнеше рет басылып шығып, ғылымның игілігіне айналды. Егер осы шәкірттің ерікті еңбегі болмаса, Ұлықбектің ашқан жетіліктері тарихтан бізге жетпес еді. Астрономияның дамуына орталық Азиядан шыққан тағы бір зерттеуші Хорезмде дүниеге келген Әбу Райхан Бирунинің қосқан үлесі айтарлықтай зор. Оның шығармасының да астрономияға арналған. Яғни, оның барлық еңбектерінің шамамен үштен бір астрономияға бағышталған. Бұл 2 ғасырға жуық тоқтаусыз жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесі. Бируни Птолемейдің құрастырған геолентлік грекше, гео, жер, әлем жүйесінің дұрыстығына күмәнданып, гелиолентлік грекше, гелио, күн көзқарасқа бет бұрған еді. Геолентлік жүйе дегеніміз не? Бұл көзқарасқа сәйкес, жер әлемнің орталарында тұрады да, барлық аспан денелері жерді айналып жүреді. Птолемейдің бұл ілімін діни көзқарастар қолдап, ғасырлар бойы дұрыс деп саналып келді. Геолентлік көзқарас дегеніміз не? Бұл керісінше, күн әлемнің орталығында тұрады, ал жер басқа планеталар сияқты күнді айналып қозғалады. Түп, бірінші рет Коперниктен жыл бұрын жердің күнді айналып қозғалатыны туралы Бирунидің жорамалдағаны тарихтан мәлім. Бируни жердің қозғалысы мен ішіне жер шарының радиусын өлшеу әдісі туралы зерттеп жер глобусын жасады. Бұл нақты дәлелдер мен өлшемдер негізінде жасалған ғылыми құрал болды. Сол кезде мұндай глобустар өте сирек кездесіп тұрған. 10 жылдықтар бойына созылған мерзім ішінде Бируни күн қозғалысын тыңғылықты бақылап, осы жұлдыздың тәжірек қабатының түтін секілді сипатта болатыны туралы өзіндік пайымдауларын атап көрсетті. Күн тәжілік қабаты күн атмосферасының ең шеткі бөлігі ретінде анықталады. Ол күндізгі уақытта көзге түспейді, тек толық күн тұтылуы орын алған сәттерде ғана байқалады. Бируни аспан нысандарына негізделе отырып, бағыт бағдар алудың әрқилы әдістерін жасап шықты. Бұл әдістердің нақтылы қолданыс мәні өте жоғары болды. Теңіз аясында шөлейт алқаптарында жол шеккен саяхатшылар мен саудагерлерге осы тәсілдерді қолдана отырып, дұрыс бағытты тауып отырды. Жинап алған материалдары мен жүргізген бақылауларының қорытындыларын жүйелеп, ол жыл астрономия саласының түрлі мәселелерін баяндауға арналған кең көлемді шығармалар жазды. Бұл еңбек өз көлемі мен мазмұны жағынан ең ерте жазылғандардың бірі болып табылады. Бұл кітап жылы Лондон қаласында араб тілінде қайтадан баспадан шықты. Демек жазылғаннан кейін шамамен 856 жыл өткен соң, ол еңбек қайтадан жарияланды. Көптеген мемлекеттерде Бируни еңбектері бірнеше ғасыр бойы астрономия пәні бойынша оқулық ретінде пайдаланылып келді. Бұл дегеніміз, оның еңбектері Еуропада, Таяу Шығыста және орталық Азия аймағында оқыту үрдісінде негізгі құрал ретінде қолданылған. Алғаш рет аспан денелерін жай көзбен емес арнайы құрал, үлкейткіш оптикалық түтіктің көмегімен зерттеген итальян зерттеушісі Галилей болды. Ол үлкейткіш оптикалық түтікті өз бетінше жасап шығарып, аспан денелерін зерттей бастады. Галилей өзінің телескопын қолдана отырып, аспанға бақылаулар жүргізді және осы бақылаулар нәтижесінде ғылымға бірнеше маңызды жаңалықтар ашты. Бұл бақылаулар астрономия ғылымының дамуына зор үлес қосты.